қорғау орган қызметкерлері, яғни милиция қызметкерлері қайтыс болатын болса, олардың жаназасына баруға бола ма деген сияқты сұрақ. Сол кезде оның жауабы, мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтын, құқық қорғау орган қызметтерінде жұмыс жасайтын азаматтар, олар мұсылман емес. Сондықтан да мұсылман емес адамның жаназасына баруға болмайды деп қысқаша ғана солай қайырып жауап береді. Ал енді қарасаңыз, біздің қазақ даламызда бұндай пәтуаға амал етіп, осыны ту етіп ұстанып жүрген азаматтардың сенімдері радикал болып саналады. Себебі біз білеміз, өзін мұсылман санаған адамның барлығын біз мұсылман деп санаймыз. Және де біздің ахли сунна уал жамаға ақидамызда, жолымызда, сенімімізде лән нукаффиру ахадан ахлил қибла дейді. Яғни қыбла тарапына қарап намаз оқитын, өзін мұсылман деп санайтын адамды ешқашан біз не істемейміз, ол адам мұсылман емес деп айта алмаймыз. Сондықтан да олардың айтып жатқан, халыққа беріп жатқан ақпараттардың барлығы ел арасында іріткі салып, жастарды өзіміздің тәуелсіз елімізге, мемлекетімізге қарсы қойып жатқан жайттары бар. Сондықтан да бұндай адамдардан аулақ болыңыздар және сақ болыңыздар деп сіздерді осыған шақырамыз.